Саламатсыздар ма? Мен Маханова Гүлмария Қойбағар қызы Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару бөлімінің арнайы пән оқытушысымын. Менің жүргізетін пәнім жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру. Бұл пәнде теміржол көлігімен тасымалданатын барлық жүктер жайлы толық мәлімет беріледі. Менің бүгінгі таныстыратын тақырыбым орман материалдарын ашық жылжымалы құрамда тасымалдау. Орман материалдарын ашық жылжымалы құрамда тасымалдау. Орман материалдары дөңгелек орман, ағаш материалдары, шпалдар, дайындамалар, ағаштан жасалған бұйымдар болып беске бөлінеді. Ұзындығы мен диаметріне байланысты дөңгелек орман қысқа өлшемді, орташа өлшемді, ұзын өлшемді болып үшке бөлінеді. Ағаш материалдары тақтайлар, бөренелер болып екіге бөлінеді. Тақтайлар ені мен қалыңдығының арақатынасы 3 еседен артық, ал бөренелерде 2-ден аспайды. Орман материалдарын қоймада сақтау. Орман материалы қоймада сортына, ағаш тұқымына, өлшеміне байланысты сұрыпталып сақталады. Орман материалдарының сапасы сақталуы тиіс. Дөңгелек орман материалдарын ашық алаңда сақтау. Дөңгелек орман материалдарын ашық алаңда қатарлап сақтайды. Алаң алдын ала қоқыстан, шөп шаламнан, қыс мезгілінде қардан тазартылуы тиіс. Орман материалдарының үстінен құрт құмырсқадан сақтау үшін әкті жұқалап себеді. Орман материалдарын тиеу түсіру механизмдері. Станцияның жүк ауласында ауыр салмақты жүктерді өңдейтін алаңда орман материалдарын тиеп түсіреді. Себебі екі жүкке де бірдей тиеу түсіру механизмдері қолданылады. Орман материалдарының салмағын анықтау. Орман жүктері мен отынның салмағын жүк жөнелтуші ағаштың тұқымына, тиеу мөлшері мен тәсіліне байланысты шартты түрде арнайы кестелер бойынша анықтайды. Тиеуден кейін жөнелтуші сақтандыру таңбасын салады. Т әрпі вагон бойымен тиеу кезінде, Х әрпі жартылай вагон борттарының деңгейіне дейін тиеу кезінде және тік кескіші бар қысқа өлшемді ағаш материалдарын тиеу кезінде. Тасымал құжаттары. Кез келген жүкке тасымал құжаты накладной толтырылады. Накладной ол жүк жөнелтуші, жүк қабылдаушы, теміржол арасындағы келісімшарт. Накладной құжатында жүк туралы толық мәлімет көрсетіледі. Жүк жөнелтуші орман материалын тасымалдау кезінде салмақ көрсеткіштің орнына келесі мәліметтерді түсіреді. Пакет саны, штабель биіктігі, штабель саны. Қазіргі кезеңде накладной асудокер жүйесімен рәсімделеді, электронды түрде. Егер жүк жабық вагонға тиелсе, пломба салынады. Пломбаны жүк жөнелтуші салады. Орман материалдарын тасымалдау ережелері. Теміржол көлігімен тасымалданатын орман материалдарын тиеу түсіру, вагонда орналастыру, бекіту, тасымал құжаттарын рәсімдеу, қоймада сақтау, арнайы бекітілген жүктердің тасымалдау ережесі, жүктерді тиеу бекіту техникалық шартына байланысты орындалады. Енді біз дөңгелек орман ағаштарын жылжымалы құрамға орналастырамыз. Дөңгелек орманды орналастыру және бекіту. Дөңгелек ағашты вагон еденіне тиеу кезінде әрбір қатардың астына төсемдер орнатылады. Төсемелердің үстіне көрші бумалардың арасында төсемдер сыртқы ұштарының астына шеткі қатарлардың қалыңдығына төселеді. Вагон тіреулермен қоршалады. Қарама-қарсы бүйір тіреулерінде жоғарғы немесе жоғарғы және орташа көлденең бекіткіш болуы тиіс. Тиеу габаритінің тік бұрышты бөлігіндегі дөңгелек орманды вагон еденінен 2,4-2,5 метр биіктікке дейін 2 және одан да көп қатарларға орналастырады. Жоғарғы тарылған бөлігінде биіктігі 1200 мм шапка түрінде орналастырады. Аралау материалдарын орналастыру және бекіту. Ағаштардың әрбір қатарлары тіреулермен қоршалады. 2,7-5 метр аралығында 2 жұп, 5-8 метр аралығында 3 жұп, 8-12 метр аралығында 4 жұп.
Ағаш материалдары олардың жекелеген бірліктері бір-біріне және қоршау тіреулеріне тығыз жанасатындай етіп жүк тиеледі. Тиеу габаритінің тікбұрышты бөлігіндегі ағаш материалдары вагон еденінен 2,15 және 2,16 метр биіктікке дейін тиеледі. Қатарларды ұзын төсемелер мен сым байламдарын бекіту үшін кесу арқылы бөледі. Тиеу габаритінің тарылған бөлігінде биіктігі бойынша 2 бөлікке бөлінген биіктігі 1200 мм шапка орналастырылады. Аралау материалдарын атмосфералық жауын шашыннан сақтау үшін жөнелтуші өз құралдарымен қапталғы, шеткі немесе бүйірлі қоршауды орната алады. Пакетті тәсіл. Орман материалдарын пакетті тәсілмен тасымалдау. Пакетті тәсіл орман материалдарын тасымалдау және сақтау кезінде тиеу түсіру жұмыстарын және қоймалық операцияларын толық комплексті механизациялайды және көлік құралдарының бос тұруын төмендетеді. Біз бүгін орман материалдарын ашық созмалы құрамда тасымалдау тақырыбымен таныстық. Осы тақырып бойынша орман материалдары түрлерімен, қоймада сақтау шарттарымен, тиеу түсіру механизмдерімен, тасымал ережесімен және салмақ анықтау тәсілдерімен таныстық. Осы тақырыпқа сәйкес EduPage парақшасында орман материалдарын сақтау тақырыбында бейне материал жүктедім. Осы бейне материалдармен танысуларыңызға болады. Осымен бүгінгі бейне сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.